игілік әймен, мәңгілік менің махаббатым. 362 сауапты іс. Алланың елшісі аса шапағатты Мұхаммед пайғамбарымыздың алдына бір ақсақалды кісі кіріп келеді. 500-600 жылдай жасаған ескі діннің үрметі екен. Балам, сендердің діндеріңде мұсылман пәнде бір күнде неше мәрте сауапты іс жасауға тиіс деп сауал тастайды. Ақсақал Алла қаласа жауабын берермін деген Мұхаммед пайғамбар көзін жұмып мүлгіп отырады да 362 деп тұр ғой дейді. Ойға шомған ақсақалды кісі басын көтеріп, әй балам, алай-түлей мына мезгілде бір адам бір күнде соншалықты сауапты істейтін болса, онда заман түзеледі екен ғой дейді. Сөйтеді де батасын беріп шығып кетеді. Арада 10 шақты жыл өтеді. Бір күні Мұхаммед пайғамбарды іздеп 7-8 жасар бала келеді. Баланың зеректігін байқаған пайғамбарымыз бұйымтайымды айта ғой дейді. Менің бұйымтайым сол, мұсылман кісі бір күнде 362 сауапты істі қайтып орындайды. Соны білмек едім дейді бала. Не үшін сұрап тұрғаныңның мәнісін айта қойшы деп пайғамбарымыз қарсы сауал тастайды. Адам бір елдің билеушісі болған еді. Бір күнде 362 сауапты іс жасауға дағдыланыңдар, үйреніңдер деп өсиет етіп кетіп еді деп бала да жауабын бере қояды. Әдетінше Алла қаласа жауабын берермін деп мүлгіп кеткен пайғамбарымыздың көз алдына баланың бір күнгі өмірі елестейді. Көзін ашып, балам, сен қай жерден келіп тұрсың деп сұрайды. Анау төмендегі Хиджа елінен дейді бала. Олай болса сен еліңе жеткенше қанша жақсылықты іс жасағаныңды есептеп, ертең жауабыңмен маған келе ғой дейді пайғамбарымыз. Жарайды деген бала арқасымен шегіншектеп, ізеттілікпен шығып кетеді. Мұхаммед пайғамбарымыз баланың иман жүзділігіне риза болғандығын жанындағы сахабаларына білдіреді. Ұзамай-ақ еліне бет алған балаға патшаның бір жәләті кезіге кетеді. Түр-әлпеті кейіпсіздеу екен, көлеңдеп, апырақтап, Мұхаммед деген кісіні іздеп жүргеніме 3-ші күн, білсеңіз айтшы дейді. Не үшін керек боп қалды, әуелі соны түсіндіріңізші дейді бала сабырлы қалыппен. Әділет іздеп жүрмін, бір нәрсенің анығын сұрамақшы едім. Олай болса ол кісіні анау жақтан табасың деп бала жол сілтеп жібереді. Жәләт ризашылығын білдіреді. Бала ары қарай жылжиды. Біраз жүрген соң есегіне міне алмай әуреге түсіп жатқан қарияға жолығады. Үзеңгі бауы қысқа екен, ұзартып беріп есегіне қондырады. Қария батасын береді. Бала өткелге келеді. Өткелге судан өте алмай тұрған бір топ адамдарға кезігеді. Құдайдың құдіретімен бала тапқырлық жасап, қия беткейдегі қой тастарды өзенге домалатады. Өткел пайда болып, адамдар рахметін жаудырады. Сөйте бала еліне жеткенге дейін 362 сауапты істің тең жарысын өтеп қойыпты. Сол кезде барып түсінеді жақсылық жасаудың парыз екендігін, мәселе 362 сауапты істі санамалап орындауда еместігін.